Армысыңдар қадірменді халқым, Алталаштағы азаматтар, малшы шаруа, диқан жолдастар, Арғысы, Алпай, Тарбағатай, Іле, Баркөл, Құмыл, Қарамай. Осы үш аймақтағы бауырластар бүгін өздеріңізге 10 айдың 18-19 күні мен мына бір 100 километр жол басып және бір малшының арнайы келіп отырмын. Бұдағы болса сорттық құнажық. Буаз емес, буаз деп сатылмайды. Бұқаға дайын тұрған мал екен, бағасы да жақсы, ол жетімді енді ол. Апарып өздеріңіз құрықтабасаңыздар болады, қан сорт өте жоғары болған. Таза нәсіл, таза асыл саралан. Бой биіктігі 1-40-та 1-50-ге барады. Ал енді ауырлық салмағы 350 күннің маңайында қайды, ар жақ бер жағында. Қош, менің нөмірім 151 4932 07. Ал енді мал нәсілерді аралатып көрсетейін ағайындар. Мына көріндір ме, басы көзі тап-таза болды. Өте аласы да келген. Ет сондай керемет болған, семіз бағылған. Өте іріктеп баққан мал екен ағайын. Мына көріңдір бір. Көз болғаннан кейін айтпай, тұлатпай адамды. Міне, айдасан тұра бір байдың малындай. Міне жігіттер, алам десең, осыны бағам десеңіз, міне мал деген бар екен шіркін. Өзіміз осы 10 айдың 25-ма жүреміз, 20-ларынан арғырақтай. Апарып береміз, көр мұна мал. Ішкі мұңғылдың алтыны мұна бұлай еткені, ойнақтап жүр. Бұқаға түсем деп тұрған мал екен. Осындай малды өздерімізге үгіттеп жатырмыз. Бару бармас төркінге, байда қыздың еркінде деп алып алмас еркінде. Пұлым төскалтаңда мен алып алмадым. Мынандай малды алып, жақсы бағып, сараптап, жақсырақ өнім көріңіздер. Мал сапасын арттырыңыздар. Міне көрдің бе, ойнақтап, шіркін бір-бір 20-30 мыңға бермейтін болашақта мал өрлеп, әзірде өрлеп келе жатыр. Өстіп кеткенде мұнан 30-40 мың соңға баяғы кездегі секілді бермейсіздер. Әзір мұнан алып алыңыздар ағайындар. Мынау кеп тұрған орай, кеп тұрған бір пұрсаттардан айырылып қалмаңыздар. Пашақ-пұшақ малды сат, мұнадан ал, үшеуін сатып осын ал. Мұнаның пайдасы сіздерге мол, өнімі мол. Апарып рұқтайсыз, бұқа қоясыз, келістіреп, үйде бір ғұзыр қой. Есігін қораң апарып бағасында күніге 2 уақыт көріп тұрсаң бір әдем адамға бір рух береді мына малдарды бақса. Қандай тамашандай. Үйге орындықты қоясың, отырып, қарап отырасың. Бетіне қарап отыру. Үйге біреуге малыңды көрсе де бір мал бақтың деп айтасың. Міне менің малым деп айтсаң, қау дейді. Көріңдір, манандай бір керемет малды өздеріңізге әкеп тұрсақ, енді немереден тартынып, немене мұжимыз аға, елдің өсегін не қыласың? Біреуді өсектеп не қыласың, ол өсек араласпа. Ол өзіміздің жұмыспен жүреміз міне. Байыңыздар, бар болыңыздар, осы жақсы мал іріктеп аңыздар. Мұна бауырларыңыз өкіртіп жөткеп тұрғанда, бұнда қалаймаған жөткеп алмайсыздар Шинжанға. Бұның да әртүрлі жұмыстары бар, бітіріп қойған. Сол үшін міне, ал, апарып берем міне, қатыржан бол. Мен апарып берем міне, жетер мач. Шинжанға апарып жеткен малдар. Міне, керемет малдар бар міне. Не деген әдемі малдар міне. Сайдың тасындай, сондай әдемі малдар екен міне. Бәрекелді ағайындар, не дейміз әм? Көп қыртып, мұжудың қажеті жоқ сіздерге. Малды көрсет. Ішіне келіп отыр. Мына бір диқанның, шаруаның бағып тұрған малы. Арғараттағы жұмысты телефонда хабарласыңдар. 151 4932 07 менің хабарласуым.